Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu алейкум. Қадірменді Жаңаөзен тұрғындары. Алла тағаланың ұлық еткен қасиетті құрбан айт күні баршамызға құтты болғай. Осы қасиетті күнде шалған құрбандарымызды, жасаған жақсы игі істерімізді Алла тағала қабыл еткей, молынан сауап жазғай. Құрбан айт бұл мұсылмандардың ұлық мейрамы. Қасиетті құрбан айт күнінде мынау шалынған малдың қаны жерге тамбай тұрып, шалған адамның күнәсі кешіріледі дейді пайғамбарымыз. Және де сол малдың үстінде қанша қылшық болса, сонша сауап жазылынады деген. Алла тағала баршамызға сауаптан жазғай. Енді биыл құрбан айт мынау карантин мезгіліне дөп түсіп тұр. Сондықтан құрметті халайық, карантиннің сақтық шараларын сақтауларыңызды сұраймыз.